Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте керемет ортасында шоколад қосылған панкейк дайындаймыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен қант немесе бал және де жұмыртқа, сұйық май, қопсытқыш, тұз, және де айран немесе сүт, шоколад қажет болады бізге. Барлық сұйық ингредиенттерді қосамыз, яғни олар жұмыртқа, бал, айран. Мен жаңағы ашып кеткен биосты қосып жатырмын. Сол сүттеріңіз, жаңағы биос сондайлар ашып кетсе, осы панкейкті де жасап жіберсеңіздер болады. Сұйық май, тұз бәрін де қосамыз, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызға қопсытқышымызды қосамыз. Жақсылап міндетті түрде елештен өткізіп, тестамызға ұнымызды саламыз. Яғни онда араластырған кезде біздің тестамыз түйіншік болып қалмауы тиіс. Сол себептен дұрыстап біркелкі болғанша араластырыңыздар. Теста не қатты сұйық, не қатты қою болмауы тиіс. Біздің тестамыз пирогтың тестасы сияқты осындай дәл видеодағыдай болып тұрады. Енді шоколадтарымызды бөліп аламыз, яғни сындырып. Мен Қазақстан шоколадын пайдаландым, бұл 100 грамм. 4-5 шоколадсыз, қалғандарын шоколадпен жасадым. Қызып тұрған табамызға құйып, ортасына осылай шоколадты салып, пісіріп, аударып пісіріп шығамыз. Шоколады ешқандай ағып кетпейді. Мінекей біздің панкейкелеріміз дайын. Ортасында шоколады болғаннан кейін дәмі деген өте керемет болады. Және де бұл панкейкті холодильникке салып қойсаңыздар да, ортасындағы шоколады қатып қалмайды. Менің әкеме осы панкейк өте қатты ұнады. Сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% кепілдік беремін. Мынау менде панкейк шоколад қосылмағаны, бұл да өте дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.